Барлықтарыңызға сәлемдер, сіздермен бірге мен Алишер, және де бүгінгі видеомызда біздер бірдеңсе свет, қараңғы свет дей ма, или жарық свет дей ма, осылай бір кино қазақшаға аударатын боламыз. Ал ендеше біз видеомызды бастайық. Шәуілдір деген ауылда бір Сорпагүл есімді әйел елес шақыратын және елестер тазалайтын бір церквге келетін болады. Және сол церквге келген соң, ол осы жақтағы адамдармен танысып, басшысымен танысады, және басқалармен танысады, оқушылар, анау мынау деген сияқты ішіндегі. Солармен танысып болған соң, бұл жақтың ережесі былай, бұл жақта кілең ауру адамдар, кілең іштеріне елес кіріп кеткен адамдар, солардың барлығын тазалап, сөйту керек, қысқасы. Және де Сорпагүлге бір қорқынышты пациент беріледі. Ол қорқынышты дегенде жай ғана кішкентай қыз, бірақ оның ішіне жын кіріп кеткен. Және де ол жын бұрыннан бері бір опытный жында, қысқасы, бүкіл нәрсені жасай алады. Және ол кішкентай қыздың денесі кіріп кеткен. Және де сонау бір жақсы оқып келді деп Америкадан 2 оқушыны жібертеді. Және де ол 2 жіберген оқушы қолдарына кітап бірнәрселерін ұстап, осы жынды шығармақшы болады. Бірақ қолдарынан түк те келмейді. Және де бастықтары, былай тұршы бауырым дейді, өзі кіріп келеді. Және ол да түк істей алмайды. Сол кезде Сорпагүл қолына кітабын ұстап ішке кіріп, бірдеңсе қылып, оларды аман алып қалады. Және де қыздың ішіндегі жын Және де қыздың ішінде жатқан жын не істерін білмей өзінің шашын өзінің аузына салады. Дұрыс, өзінің шашын өзінің аузына салады. Міне видеодағыдай ғой. Және де солай салып жатырған кезде бірдеңсе қылып дұға оқып өйтіп сол жынды шығарып жібереді. Және де барлығы жын кетті деп қатты қуанып кетеді. Бірақ та Сорпагүл ана қыздан ерекше заттарды күнде байқай бастайды. Және де одан жынның кетпеген түсінеді. Және жанадағы церквінің иесіне барып, болған жайдың барлығын айтып береді. Сол кезде церкв иесі, ол қыз бұрыннан сондай, андай мындай. Мүмкін жын кетпеген шығар, маған бәрібір ғой, мен главное ақшам түсіп отыр, анау қыз негізі маған танымаймын да, ол да мені танымайды, жалпы маған керек емес та былай. Не қылса егер қолынан бірдеңсе келсе өзін істеп былай жын шығарып жібер негізі. Ал маған бәрібір дейді. Және де Сорпагүл ол қыздың ішіндегі жынды шығарып тастағысы келеді, бірақ та ол қызға кіруге рұқсат жоқ. Және де Сорпагүл ол қызға кіре алмайтынын түсінді, және оның апасына көмектесуді шешті. Ол қыздың апасы ішіне бір бала туылайын деп жатыр ма, сондай бірдеңсе, сол баланы тууға көмектеседі. Негізі баламен жын ба бірдеңсе кіріп кеткен. Ол да тоже осылай қиналады, және оған бірдеңсе қылып көмектеседі. Және де Сорпагүл жаңа қызға көмектескен соң, сол қыздың сіңлісі, яғни жаңағы жын кіріп кеткен қыз бөлмеге кіріп келіп, церквдің ішін бәрін астан кестен шығарады. Оның ішіндегі жын өте қатты құтырып кеткен, және де барлығын көзіне түскен, яғни барлық адамды өлтіріп, өйтіп жаңағы Сорпагүлдің өзіне күн бермей, артынан қуып, аузын суға тығып, өйтіп, қысқасы түбіне жетеді. Бірақ та Сорпагүл бұдан мойымай, мен шәуілдірге келген соң, бұл жердің атын шығаруым керек деп, ол жынды тағы да бірнәрсе қылып қуып шығады. Сөйтіп Сорпагүлдің дәрежесі өсіп, басқа университетке алмасып, көтеріліп, қысқасы. Енді ол ірі жындармен байланысып, соларды шығарады. Және де оған кездескен кезде адамдар айтады, сен басқаша адам секілдісің, мен саған қараған кезде мүлде басқа нәрсені сезіндім дейді. Және де жаңа церквдің иесі, сен негізі ішінде бір қабілеті бар қызсың. Сондықтан саған жындар күнде келіп тиісуі мүмкін, себебі сенен барлығы қорқады дейді.